Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иығымнан ұстап тұрып, періштені көрген жалғыз сахабасың деді. Періштені адам кейпінде көрген жалғыз сахабасың. Короче, бітеді ғой бәрі. Күннің суықтығы енді. Хузейфа радиаллаху анху риуаят етеді. Муслимде 2,5 беттен тұратын хадис бар. В общем, короче, жерден тұра алмай қалдық дейді. Бәрі ашпыз. Суық деген беріп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяқта намазда қалғанымыздың бәріміз шашырып қалдық. Ана қамалдың ар жағында аналар да қырылып жатыр. Анау деген енді болдық дейді, ашта өлетін шығармыз деп ойлады. Одан кейін пайғамбарымыз намазды бітірді да бері қарай жүріп келді дейді. Сосын қолын көтерді да бүйтіп айтты дейді. Кім мен жәннатта бұлай көрші болғысы келеді? Бәріміз естіп тұрмыз дейді. Бірақ ешкім мен деп тұра алған жоқ дейді. Екінші рет айтты дейді. Кім мен жәннатта тура осылай көрші болғысы келеді? Кәне деді. Ешкім. Бері қарай жақындап жүре бастады дейді. Біз тайылып жатырмыз дейді. Бір-бірімізді жүріп келатты да аяғымен аяғыма тірелді де тепті дейді. Мынау кім деді. Сосын мен Хузейфа деді. Хузейфа, сен не менімен жәннатта бірге болғың келмей ма деді. Сол айттым, я Расулалла, болғым келеді. Мына суық, мына аштық қинап жүреді, мен тұра алмай жатыр. Тұр орнымнан. Әрең дегенде тұрдым дейді. Қолын алды да алдынан артынан уқалады да маған тапсырма бере бастады дейді. Сен қазір төменге түсесің дейді. Мушриктердің жағдайы не болады, бәрін қарайсың ба. Сол жақтан хабар алып келесің. Бірақ лишний движение жасаушы болма. Тек барла, көр, біл, қайтып кел. Ана пайғамбарымыз қолын ұстап, бүйтіп уқалаған кезде ана алақанынан ішке бір жылу кірді дейді. Бүкіл денеме тарады. Бір мезетте анау менің айналам мынандай бір оболочка дейді ма, осындай тып-тынық болып қалды дейді. Жып жылы. Алдымда төмен қарай жүгіріп түсе бастады. Бар, мына алай-дүлей болып жатыр. Жайлап төмен түстім де анандардың қасына отырдым дейді. Қап-қараңғы. Бір-бірімен қырылып жатыр дейді. Сол біреу тұрып айтты, ей Абу Суфиян, қайда сен өзің алып келдің бізді, мынау не енді? Сол Абу Суфиян айтып отыр енді. Мен не істеймін мен? Сосын мен қазір сендерге бірдеңе айтам, қастарын қараңдар, араларында шпион болмасын дейді ол. Мен отырым солардың ортасында. Бірінші тұрдым да жаңа кімсің дедім дейді. Ана атын айтты. Кімсің дедім, ана атын айтты. Мен қасымдағылар өзіміз деді. Менен кейін бәрі отчет бере бастады. Өзіміз. Бір кезде айтты, короче, бізде азық бітті. Малдар құлап жатыр. Қазан, тамақ қаяқта қалған білмейміз. Быт-шыт бәрін ұшырып алып кетті. Короче, қайтатын болсаңдар қайттық. Қайтпайтын болса мен кете беремін деп айтты Абу Суфиян. Оған тұрды айтты, оңбаған арабтың тарихына сені жазамыз. Сатқын қашып кеткен деп. Қалай сен біздің әскерді ертіп келесің де өзің кетесің. Бірінші бізді жібересің. Олай болса жиналыңдар дейді. Аналар бір жинала бастады дейді. Мен кейін қарай басым дейді. Қамалдың үстіне шықсам, басында жап-жасыл сәлделері бар. Әскер жүр дейді ана қамалдың басында. Сосын кетіп барады, маған келіп айтып жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем айт. Біз соңына шейін тұрдық. Біз жаңа бүйттік деп кетіп қалды дейді. Сосын келдім дейді, келсем пайғамбарымыз саллаллаху намазда отыр. Қалай жаңа жерге жақындадым, қалшылдау қайттан басталды дейді. Ана құладым дейді бүйтіп жаңа. Соған сахабалар келіп үстімді жауып жатыр. Намаз біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрады дейді, не болды? Болған жағдайдың бәрін айттым дейді. Мәз болды дейді пайғамбарымыз. Одан кейін айттым, я Расулалла, бір топ басына жасыл сәлде киген адамдарды көрдім. Сізге сәлем айтты деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иығымнан ұстап тұрып, періштені көрген жалғыз сахабасың деді. Періштені адам кейпінде көрген жалғыз сахабасың деді. Сөйтіп маған шүйінші берді дейді.